Медиация заңының өңірде қолдану аясы жыл санап артып келеді. Оған дәлел 2018 жылы қаралған 3339 іс медиация тәртібімен бекітілген. Бұл 2017 жылмен салыстырғанда 2,6%-ға өскенін көрсетеді. Ал 2019 жылдың бірінші тоқсанының өзінде 890 іс медиация арқылы шешілген. Өңір бойынша Ерейментау, Аршалы аудандары мен Степногорск қаласы соттарында медиация заңымен қарастырылған істердің пайыздық көрсеткіші жоғары. Бүгінгі күні соттар қауымдастығы осы заңды қолданысқа енгізу үшін бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып, халыққа кең түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сондықтан сонымен қатар атқарушы билікпен қоян-қолтық жұмыс істей отырып, бүгінгі күні мынау медиаторлардың санын көбейтіп жатырмыз. Жаңа маманданған медиаторлар бүгінгі күні облысымызда 1000-ның үстінде. Осы азаматтарға аудандық соттың төрағалары айына 2 рет семинар сабақтарын өткізіп, бүгінгі күнгі заң аясында медиация заңын қолдануды жақын үйретіп жатырмыз. Осының нәтижесінде бүгінгі көрсеткіштеріміз осындай. Жоғарғы соттың төрағасы Жақып Қажыманұлы Асановта бұл мәселеге өте үлкен мән беріп отыр. Сотқа дейін, сот үстінде келісімге келу бұл өте құптарлық жағдай. Өйткені бүгінгі күні біз дамыған бәсекеге қабілетті 30 мемлекеттің қатарына қосыламыз десек, біз негізгі мақсатта жаңағы экономикаға бөлуіміз керек. Экономикамыз өркендеу үшін халықтың арасындағы ынтымақ, бірлік болу керек. Медиация заңының екі тарапқа да берер пайдасы мол. Атап айтсақ, азаматтық істер бойынша мемлекеттік бюджетке төленген баж сомалары қайтарылатын болады. Соңғы 3 жылда азаматтарға берілген баж сомалары 262 миллион теңгеге жуықтаған. Өңірлік кеңесте медиациядан бөлек билер кеңесінің алдағы жұмыстары талқыланды. Дағы заманда қазақ елінде осы билер басқарған ғой. Жауға қарсы келсе, батырларға қорғап қалуға міндетті болса, ал енді дау-дамай туған кезде оның барлығын билер шешетін болған. Ерейментауында билерге бай ел ғой. Бапан биіміз бар, Саққұлақ би бар, Атақты Айдабол, Тәлкердегі билер болды. Біз соның бәрін естіп өскенбіз. Енді осы билер кеңесінің осы заманға келтіріп атқаны рухани жаңғырудың бір белгісі ме деп ойлаймыз. Медиация қазақ үшін жат ұғым емес. Ежелгі ата-бабаларымыз дауласқан екі тараптың істерін ушықтырмай-ақ бітімгершіліктің үлгісін көрсете білген. Айта кету керек, 2018 жылдан бастап облыста цифрлық медиация порталы жұмыс атқарады. Портал бойынша қызмет жасайтын 25 кәсіпқой, 91 кәсіпқой емес медиаторлардан тегін кеңес алуға болады. Ағымдағы жылы 387 азамат аталмыш порталдың қызметіне жүгінген. Былтыр Ерейментау ауданында 87 кәсіби емес медиаторы тіркелді. Оның 74 тізімде болуы мүмкін 2019 жылғы ұзарту туралы өтініштерін жазды. Қазақ халыққа бітімгершілік, билік айтудан ең озық өнегесі, ұлы қазақтың даласының билігі мен белгілі дара тұлғалары Төле би, Қазыбек би, Әйтеке билер бастаған дана билердің ел арасындағы кез келген дауды бітімгершілікпен жолымен шешіп, халқымыздың бірлігі мен ауызбіршілігін, тұтастығын сақтауға үлкен рөл атқарған баршамызға белгілі. Кездесу соңында Ақмола облыстық сотының төрағасы Досжан Әміров дамыған қоғамдағы даудамайларды реттеп, сотқа жеткізбей шешудегі билер қабілеттілігін атап өтіп, іргесі сөгілмеген қазақ қоғамының бірлігін бекемдей түсіп, түрлі кикілжіңдердің алдын алу шараларын шалғайдағы елді мекендерде күшейту керектігін айтты. Байболат Ерханат, Ермек Махметов, Рүстем Ермеков, Көкші ақпарат.